Hello there достар, бүгінгі сабағымызда біз сын есімдердің күшейтпелі түрін үйренеміз. Superlative form деп аталады. Әдеттегідей диалогтан бастаймыз. Бұл диалогта екі дос ең күшті фильм қандай екенін талқылап жатыр. Біреуі суыр фильмі ең жақсы дейді. Суыр дегеніміз сурок. Суыр фильмі ең жақсы. For sure. Groundhog Day is the best for sure. Nope, it's the Godfather. Жоқ, ол кіндік әке, крестный отец. It has the best cast and the most interesting storyline. Оның актерлік тобы ең мықты және сюжеті ең қызық. I disagree. It has the most usual plot. Regular action movie. Мен келіспеймін. Оның сюжеті ең әдеттегі, ең қызықсыз, бұл әдеттегі action. All right, let's just ask people. Let's see what they think. Жақсы, ондай болса адамдардан сұрайық. Олар не ойлайтынын көрейік. Енді белгіленген сөздерге назар аударыңыз. The best, ең күшті. The best cast, ең жақсы актерлік топ. The most interesting storyline, ең қызық сюжет. The most usual plot, ең әдеттегі, ең қызықсыз сюжет. Бұл жердің барлығында біз the деген артиклді көріп тұрмыз және сын есімнің күшейтпелі түрі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Яғни күшейтпелі түр қазақ тілінде де кез келген тілде үш немесе одан көп заттардың арасында ең үздігін анықтау үшін, ең жақсысын немесе еңін анықтау үшін қолданылады. Темір and his brothers all play tennis, but Темір is the best. Темір және оның ағалары барлық теннис ойнайды, бірақ араларында Темір ең жақсы ойнайды. The best. Яғни біз осындай күшейтпелі түрді бір топтың арасында бір адамды белгілеу үшін немесе бір мекеннің ішінде бір затты белгілеу үшін қолданамыз. Мысалы, Everest is the highest mountain in the world. Everest бүкіл әлемдегі ең биік тау. In the world. Бұндай кезде біз кейде осы күшейтпелі түрден кейін in ол қай жерде, осы жердің ішінде және сол мекенді көрсетеміз. Ең биік in the world. Айсұлу is the tallest in her class. Айсұлу өзінің сыныбында ең бойы ұзын қыз. He's the tallest in the family. Ол өзінің отбасында ең бойы ұзыны. He's the tallest қай жерде in the family. Өзінің отбасында. Арғарай кеттік. Біз әдетте күшейтпелі сын есімнің алдында the деген артиклді қолданамыз. Мысалы, he's the best. Ол ең күшті. She's the most beautiful. Ол ең әдемі. Немесе біз оның орнына осындай тәуелдік сын есімді қолдана аламыз. This is my most expensive jacket. Бұл менің ең қымбат пиджак. Бұл менің. This is my most expensive. Myды қолдансақ, the керек емес. Бірақ my жоқ болса, the керек. Осындай қызық. This is Ерлан's best friend. Немесе біз кейде осы сын есімнің тәуелділігін көрсететін зат есімді қолдана аламыз. Мысалы, кімнің ең жақсы досы? Ерланның. This is Ерлан's best friend. My most expensive jacket немесе әшейін the best. This is Ерлан's best friend. Бұл Ерланның ең жақсы досы. Енді келесі сұрақ, осындай күшейтпелі сын есімдер қалай жасалады? Әдетте бізде сын есім бір буыннан тұрса, one syllable, ондай кезде біз оған күшейтпелі түр жасау үшін est деген жұрнақты қосамыз. Осыға дейінгі сабақтарда біз салыстырмалы сын есімдерді өттік, fast, fasterға айналады, ал ең жылдам fastest. Slow, баяу, баяурақ, slower, ең баяу, the slowest. The slowest. I am the fastest man alive. Мен тірі адамдардың арасында ең жылдамымын деген флэш персонажы бар, комикстардан ол өстіп айтады. He's the slowest cab driver. I hate it. Cab дегеніміз такси. Ол ең баяу такси жүргізушісі. Мен мұны жек көрем. The slowest, the fastest. Енді бізде кейбір сын есімдер бірнеше буыннан тұруы мүмкін. Тіпті бір буыннан тұрса да, бірақ аяғында y мен аяқталса, ондай кезде бізде y, I деген әрпіне ауысады да, аяғына est жұрнағы жалғанады. Мысалы, осыға дейінгі сабақта біз happy дегенді өттік, happy бақытты, бақыттырақ, happier, ең бақытты, the happiest. Easy, оңай, оңайырақ, easier, ең оңай,
the easiest. The және y айға ауысты да est жұрнағы қосылды. Healthy, пайдалы, пайдалырақ, healthier, ең пайдалы, healthiest. If I pass the test, I will be the happiest man in the world. Егер мен бұл тестті тапсырсам, мен әлемдегі ең бақытты адам боламын. IELTS тапсырғысы келетіндердің айтатын сөйлемі. The happiest man in the world. Осы сөздерді есте сақтаңыздар. Және кейбір сын есімдеріміз аяғында y мен аяқталмаса, және бірнеше буыннан тұрса, 3 немесе одан көп, 3 syllable, 3 буыннан көп болса, ондай кезде біз алдына the most дегенді қосамыз. Мысалы, Айша is the most beautiful girl in our class. Айша біздің сыныбымызда ең әдемі қыз. The most. The most dangerous place I have been to is Lao. Мен болған ең қорқынышты, ең яғни қауіпті жер ол Лаос. Ағылшынша айтқанда Lao деп оқылады, s-ті айтпаймыз. The most dangerous place, ең қауіпті жер. Немесе BBC-да, TikTok-та отыратындар, Reels-та отыратындар байқаған шығар, бір прикол бар. This is the most dangerous animal on the planet. Кішкентай мысықты көрсетеді, бұл ең қауіпті жануар. Дәл солай the most дегенде есте сақтаңыздар. Енді кейбір сын есімдер, олар көп емес, бірақ олар ережелерге бағынбайды. Мысалы, біз өткенгі сабақта good, bad дегенде өттік. Good жақсы, жақсырақ better. Ал салыстырмалы түрі де ерекше the best, ең жақсы. Best дегенді біз жиі естедік. Осы өмірде кейде дүкендер өздерін солай атайды. Америкада, мысалы, техника сататын ең атақты дүкендердің бірі Best Buy. Best деген сөзді есте сақтаңыз. Bad жаман, жаманрақ, нашарырақ, worse, ең жаман the worst. Far, алыс, алысырақ, farther, further, ең алыс the farthest, немесе the furthest. Осы 3 сөзді есте сақтап алыңыздар. Енді әдеттегі жаттығу. Бұл жаттығуда бізге сын есімді өзінің күшейтпелі түріне қою керек. Superlative form. The tall mountain was one in the whole range. Бұл жотада ана биік тау, яғни ең beautiful, жақшада берілген сөз әдемі. Енді бізге оның ең әдемі екенін айтуымыз керек. The tall mountain, биік тау, осы жотаның ішінде ең әдемі болды. Was the most beautiful. Неге the most? Себебі beautiful. 3 буыннан тұрады. 3 буыннан тұрғанда the most дегенді қосамыз. Дәл осылай, келесі 3 мысалда жақшада тұрған сын есімді өзінің күшейтпелі формасына қойыңыз, ал кейін паузадан шығарып менімен тексеріңіз. Енді мені тыңдап отырсаңыздар, жауаптарыңызды менікімен салыстыруға дайынсыздар деген үміттемін. Her big smile, оның үлкен жымиғаны, күлкісі, in the room, making everyone feel joyful. Оның күлкісі бұл бөлмеде ең бақытты болды, тіпті бұл бөлмеде отырған әр адам оны сезе алатынды. Feel joyful, өзінде бақытты сезе алатынды. Her big smile was happy деген сөзді байқаймыз. Happy деген y мен аяқталады. Демек, мына ережеге бағынады осыға дейінгі айтылған слайдта. Happy, y айға ауысады және est жұрнағы қосылады. The happiest. Сол үшін дұрыс жауабы her big smile was the happiest in the room, making everyone feel joyful. The fancy house on the hill was ана таудың бөктерінде тұрған әдемі үй, one in the rich neighborhood. Бұл бай ауданда ең үлкен болды. Ана әдемі үй осы бай ауданда ең үлкені болды. Big. Big деген бір буыннан тұратын сын есім. Сол үшін бұндай кезде біз оған est жұрнағын қосамыз. Және тағы да big деген осы бір буыннан тұратын сын есімнің ерекшелігі, егер ол дауысты және дауыссызбен аяқталса, бізде 2G қосылады. Мысалы, big, bigger, biggest. Екінші G қосылады. The fancy house was the biggest in the rich neighborhood. Ең үлкен. Соңғысы, as a great chef, her cooking skills were definitely мықты шеф аспаз ретінде оның тамақ дайындау, тамақ әзірлеу қабілеттері осы атақты мейрамханада ең мықты болды. Ең жақсы, ең мықты. Good. Good деген сөзіміз ол ерекше сын есім, сол үшін басқа ережеге бағынады. Good, better, the best. Сол үшін жауабы
As a great chef, her cooking skills were definitely the best in the famous restaurant. Мықты аспаз ретінде оның тамақ әзірлеу қабілеттері ең мықты болды. The best in the room. Керемет достар. Енді бүгінгі сабағымызда біз кездестірген сөз тіркестері. Осылардың барлығын байқадыңыздар ма? Regular action movie. Әдеттегі action. Action деген фильмнің жанры. Ask people. Адамдардан сұрау. Mountain range. Тау жотасы. Таулардың тізбегі. Feel joyful. Бақытты сезіну. Fancy house. Әдемі үй. Rich neighborhood. Buy аудан. Cooking skills. Тамақ әзірлеу қабілеті. Argue about something. Бірдеңе туралы ұрсысу, беріліп талқылау. Interesting storyline. Қызық сюжет. What people think. Адамдар не ойлайды. Бұл сөз тіркестерді міндетті түрде Quizlet'те қайталап өтіңіздер және бүгінгі сабақтың жаңа жаттығуларын платформада орындаңыздар.